Assalamualaikum құрметті диқан ағайындар. Мына қазір кезектей жылыжайға келдік. Помидордың жағдайы сәл ауырлау болып тұр. Қатты стресс болып. Бұған енді қазір стресстің дәрісі и жаңағыдай жидкий фосфорный удобрение берейін деп жатырық. Зенит деген. Өте құрамында фосфор көп. Енді Құда қаласа осыны ертең Құда қаласа шашады. Бүгін 2 наурыз, 3 наурыз күні шашады Құда қаласа. 3 наурыз күні шашып, ары қарай бір 5 күннен кейін сізбен нәтижесін бөлісеміз сіздермен. Назарларыңызға рахмет, қылып жатқан диқаншылықтарыңызға береке. Ассалаумағалейкум құрметті диқан ағайындар. Өткендегі жылыжайға келдік. Өткенде Зенит деген удобрение бергенбіз, 2 таремнің. Жидкий фосфорный удобрение. Нәтижесі. Жалпы 5 күн болды. 3 март күні шашылған. Жақсы. Қызарғандар кетіп, уже ортасы көгеріп, әжептәуір ортасы көгеріп қалған бастар. Назарларыңызға рахмет. Қылып жатқан диқаншылықтарыңызға береке.